Қазақ поэзиясының тарихында ерекше орын алатын мықты поэмалардың бірін Ілияс Жансүгіров 1930 жылы Еңбекші қазақ газетінде жариялағанын білдіңіз бе? Поэмада ақын қазақ халқының образын далаға балап жырлаған. Көбіне ишарат, символдық мағына беретін философиялық тереңдігі бар сөзбен көрсетеді. Поэманың басты кейіпкері әр заман аңғарында зар шеккен, өмір үшін күрескен халық. Поэманың басында ол бұлай деп жырлайды: көпті көрген бір кәрі, талай заманнан тепкі көрген қыр жалы, дөңде отырады осы кез. Поэма 1730-1930 жылдар арасын, яғни 200 жыл уақытты толығымен шолып айтпақ. Осы ұзақ уақыт ішінде орасан зор кеңістікті алып, нақты сурет, картина арқылы ықшам, қысқа да нұсқа жырлап, бүкіл бір елдің тарихын алдыға жайып салды. Ақтабан тарауында жау шапқанда азан-қазан болып үріккен халықтың олардай шулап, шұбырынды күй кешіп, қайын сауып, ши шайнап, бақа жылан қақтаған оқиғасына кезіксе, құл көгенін оқығанда көгендегі шал мен баланың ыңырсыған зарын естіп, құрбандықта қорлыққа шыдамай еділге түсіп өлген тұтқын қыздың бейнесі көз алдымызға келеді. Алаутар жорығында отаршылар мен өз елін қоса тапқан қазақтың билеуші табының жасаған қорлығы мен озбырлықтарына зар илеген қарапайым халықтың қайғы-мұңы сезіледі. Бұл шығарманың атауы «Дала поэмасы». Дала поэмасы көркем тарихи қазақ халқының шежіресі іспетті шығарма. Дала поэмасы Ілияс Жансүгіровтың тақырыбы маңызды, идеясы айқын, ал көркемдігі алуан үлгіде көрінетін тағылымды туындылардың бірі.